Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен судың көмегімен арықтау туралы сөйлесетін боламыз. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Адам ағзасының 70% судан құралған. Сондықтан ағзасына су өте қажет. Ал қажеттілікті өтеу үшін су ішсе жеткілікті. Күнделікті қанша су ішетініңіз туралы ойланып көріңізші. Су деп кез келген сұйықтықты айтып отырмыз. Суды ағзаның қызметі бұзылмау үшін ғана емес, артық салмақтан арылу үшін де ішеді. Олай болса, кезекті материалымызда судың көмегімен қалай арықтауға болатынын талқылайық. Судың көмегімен арықтауға көмектесетін ережелер. Артық салмақтан арылу үшін тамақтың алдына 20 минут бұрын 1 стакан су ішу қажет. Қарнымыз ашып әрі қатты шөлдеп тұрған кезде бірінші су ішсек, артынша тамақ жей алмай қаламыз. Себебі су тойымдылық сезімін сыйлайды. Екінші, үнемі су ішіп тұру керек. Мысалы, күні бойы компьютердің алдында отыратын болсаңыз, әр 10-15 минут сайын су ішіп тұрғаныңыз жөн. Осылайша қарныңыздың расымен де ашқанын ашпағанын біле аласыз. Үшінші, судың жылылығы бөлме температурасымен бірдей болғаны жөн. Суық су ішкен соң тамақ ішкіміз келеді. Ол қарнымызды аштыртады. Төртінші, дүкенде сатылатын пластикалық бөтелкедегі судың ішудің қажеті жоқ. Су таза, газсыз болуы тиіс. Газдалған сусынның құрамында тұз арықтауға кедергі жасайды. Суды тамақпен бірге емес, оған дейін және кейін ішкен жөн. Тамаққа дейін 20 минут бұрын, тамақтан кейін 1-2 сағаттан кейін ішу керек. Қарныңыз ашса, жарты стакан су ішіп алыңыз. Шөліңіз қандырас, әрі қарныңыздың тойдырасыз. Егер жарты сағаттан кейін де қарныңыз ашса, тамақ ішіңіз. Барлық диетологтар маман күніне 2 литр су ішуге кеңес береді. Әр адамның судың қажеттілік мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, арықтағыңыз келсе, жас қыз үшін 1-1,5 литр судың өзі жеткілікті болуы мүмкін. Сегізінші, судың көмегімен арықтағыңыз келсе, майлы, ұнды, тәтті тағамдардан бас тартыңыз. Себебі олар арықтау процесін кедергі жасайды. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.